Келесі кезекте панчлайндар. Панчлайн. Тікелей аударатын болсақ, соққы линиясы. Неге соққы линиясы? Немесе соққы жолы десе болады. Соққы жолы өйткені сенің өзінің әніңнің жолдары бар, лайндар. Ал соққы жолы, панчлайн, сені сол жолдан шығарып жібереді. Яғни саған бір қызық эмоция сыйлайды, немесе күтпеген жағдай істеп жібереді. Яғни сен мүлдем күтпеген жерден соққы алып қаласың. Негізгі рэптің ең қызық жері мен үшін осында. Панчлайнның өзінің негізгі әр түрі болады. Яғни қазіргі біз мына жерде талқылайтын түрдің бірі ол name dropping. Name dropping ол белгілі бір адамның не болмаса кейіпкердің атын атау арқылы белгілі бір адамның немесе кейіпкердің атын жазу арқылы ассоциация шақыру. Ол әртүрлі бола алады. Қазіргі мысалы мына жерде жазылған панчлайнның түрі ол name dropping. Келесі түрі қазір айтылады. Ұсақ түйектер былай тұрсын, ал көре алмайтындары тайсын. Әңгімем менің бай тұрсын, ал панчлайндарым тайсын. Саске стайл бро чакрам өртейді, санамен билемін чакра борти. Және соңғысын қазір мына жерде бөлек жазып жіберем. Жинап, қайрат, өтір, нұр, тас, таймын, бәріне. Жинап, қайрат, нұр, тас, таймын, бәріне. Окей. Қай жерде мұнда панчлайн? Мына жерде әңгімем менің бай тұрсынов, ал панчлайндарым тайсын деген ол name dropping. Бұның мәні және мағынасы неде? Не үшін мен бұл жерде бай тұрсынов пен тайсынды бір қатар жолға қойып қойдым? Мұндай әңгіме. Біріншіден, мынау даблрайм, мынау топоним. Сол үшін де бұл жерде ұйқастың өзінің кішігірім әдістері бар. Екіншіден, біз мына жерде ұсақ түйектер былай тұрсын, ал көре алмайтындар тайсын деп тұрмыз. Яғни біздің ниетіміз бізді көре алмайтын адамдар және анау-мынау ұсақ түйектер менсінбейтін адамдардың бәрі жолдан кетіп қалсын деп айтып тұрмыз. Әңгімем менің бай тұрсынов дегеніміз, бай тұрсыновты бәріміз танимыз және оның әңгімесі қандай маңызды және қандай салмақты екенін білеміз. Сол себепті менің әңгімем маңызды, салмақты, ойбай мен керемет нәрсе айтып жатырмын дегеннің орнына жай ғана ассоциация туғызып, әңгімем менің бай тұрсынов дей саламыз. Және әрине ұйқасады. Екіншіден, панчлайндарым тайсын. Тайсын деген жігіт, өздеріңіз білетіндей, панчер, яғни боксер. Ол мықты боксер, жай боксшы емес, адамдарды талдыратын боксшы. Сол себепті мен панчлайн деген кезде мына жерде өзімнің әрине панчлайндарымды айтып отырмын. Мына панчлайндарымды, өмірдегі емес. Бірақ тайсынды ассоциация ретінде туғызып, панчлайндарымның қаншалықты ауыр соққы екенін білдіріп отырмын. Келесі, Саске стайл бро, чакрам өртейді. Санамен билемін, чакра борти. Окей, бұл жерде де тағы да даблраймның бір түрі, және Саске деген бір керемет жігіт бар, ол Наруто анимесінде, және оның негізгі стихиясы ол от. Яғни олар жаңағы чакрамен кішігірім өздерінің сиқырын көрсетеді. Сол сиқыры бұл жерде жаңағы от деген әңгіме. Яғни менің стилім от деген сөз. Оны жай айта салуға болар еді, бірақ маған осылай айтқан ыңғайлырақ болды. Келесі, санамен билеймін чакраборти. Мисхун чакраборти деген үнді актері бар, оның керемет диско дэнсер деген киносы бар. Сол жерде ол керемет билейді, бірақ мен бұл жерде ол биді айтып отқан жоқпын. Себебі қазір панчлайнның екінші жағы сөзбен ойнау. Кез келген сөздің екі немесе одан да көп мағынасы бар болуы мүмкін. Мен бұл жерде билеуді өзіміздің билеу деген сөзден алдым, яғни билеу, кәдімгі билеу бар, яғни dance, немесе басқа билеу бар. Билік деген сөз сияқты, яғни біреудің биі болу, бір нәрсені билеу. Мен мына жерде айтып отырмын, мен сенің санаңмен билеймін деп.
ол нәрсе дэнсқа ешқандай қатысы жоқ, мен сені гипнозға ұшыратам деген сөз, бірақ чакрабортимен де үйлеседі, сол себепті бұл жерде сөз ойыны плюс неймдропинг. Окей, енді ең тез түсінікті болатын панчлайнның түрі, бұл жерде неймдропингта сөзбен ойында бәрі бірге біріккен, бәріміз танитын Қайрат Нұртас деген керемет әнші бар. Ол әншінің атын біздің Қазақстанда көп адам біледі, ал маған ассоциация туғызу керек болды. Сол себепті мен жинап Қайрат үтір, нұр тастаймын бәріне деген сөзді жаздым. Бірақ айтқан кезде ол жинап Қайрат Нұр тастаймын бәріне болып кетеді. Яғни мен өзімді Қайрат Нұртаспен салыстырып тұрған сияқты болады. Алайда бұл жерде Қайрат Нұртастың ешқандай қатысы жоқ. Бұл жерде мен жай ғана сіздерге нұр төгем деп отырмын. Бұл сөз ойыны мен неймдропингтің қосындысы. Осындай панчлайнның түрі. Жалпы панчлайндардың тақырыбы көптеген ізденіс пен тапқырлықты талап етеді. Себебі сен әртүрлі тақырыпта әртүрлі нәрселерді неғұрлым тереңірек білетін болсаң, неғұрлым сол нәрсеге сенің қызығушылығың көп болатын болса, соғұрлым сен ол материалдың бәрін өзіңе қолдана аласың. Яғни панчлайн ретінде жаңа қырынан ашып сай аласың. Панчлайн жалпы негізінде кез келген бір сөзді немесе бәр білетін нәрсені басқа қырынан көрсетіп таңғалдыру. Сондықтан да кішкене уақыт өте келе панчлайн мен сөз ойынына қатты қызығып, мен жаңа бір формула ойлап тапқандай болдым. Қазақ тілінің барлығына ұқсастыруға болатынына байланысты қазақ тілі мен ағылшын тілінде бір ортақ бірдеңелерді жазып көру. Мен үшін бұл панчлайнның жаңа түрі. Окей, all I need, боймен, lie, көзіңде гәп. Жалпы бұл формула әзірге тек қана идея ретінде, әзірге тек қана бұлай көрсек қалай болады деген оймен. Ол қалай шықты? Жалпы мына all I need-ке қарайтын болсақ, бізде all бар, яғни ағылшын тілінде all бар, бәрі. Бізде де all бар, екеуі қатты ұқсайды. I бар, бізде де I бар. Оларда need бар, бірақ бізде need жоқ. Сол себепті мына жерге дейін сен шамамен бүйтіп ойлануың мүмкін. Окей, all I, мысалы, all eyes деген сөз бар. Бүкіл көздер деген сияқты. Ал сен турасында all деген сөз бізде де бар, I деген бізде де бар. I оларда moon, бірақ бізде I. Окей, қандай сөздер келуі мүмкін тағы да? All I need, мен қалаған нәрсенің барлығы деген сияқты. Бірақ бізде need жоқ. Онда бірдеңені қосып көрейік. Егер I-ға need-ті қоссаң не шығады екен? I need деген сөз шығады. Окей, мына жердегі деген нәрсені біз жай ғана дыбысталу үшін алып тастай аламыз. Сол себепті бізде all I need деген сөз шығады. Ал оларда all I need болып естіледі. Енді екеуінде де мағына пайда болу үшін біз қыз бен жігіттің арасындағы әңгімені айтамыз. Неге? Өйткені ең оңайы сол. All I need, мен бар қалағаным сол қыз деген сияқты, бірақ all I need, ол маған жоқ деп айтады. Сол себепті біз сол концепцияны ұстадық та, all I need-ті екі жақты тақырыптан ашуға тырыстық. Бар қалағаным сол, бірақ ол маған жоқ дейді деген сияқты. Дәл солай боймен сондай идеалды аяғына дейін жетілген дыбысталу емес, бірақ сонда да жалпы өзіне өте жақсы келеді. Боймен, яғни өсу туралы әңгіме. Бойдан менге. Боймен немен өсуге болады? Боймен өсуге болады, бірақ бойдан менге көшу боймен өлшенбейді. Осы жерден бізде концепция шықты. Окей, lie ең оңай негізінде. Өйткені lie деген ол өтірік, және бізде lie деген ол кәдімгі lie.
Сол себепті бұл жердегі концепцияны ашу әлдеқайда оңайырақ болды, өйткені өтірік пен кәдімгі лай екеуі бір-біріне негізі кішкене келеді. Лайға бату немесе өтірікке бату деген сияқты. Сондықтан да біз лайды да осылай қалдырдық. Енді кішкене қиындау. Causing the gap немесе көзіңде gap. Ең алдымен біз gap деген сөзді таптық. Яғни мен gap деген сөздің gap екенін таптым. Одан кейін, окей, бұл жерде не келтіруге болады деген сияқты ойлар кеп бастады. Ұзақ ойландым. Негізі gapты қайдан байқауға болады? Сен ісінен байқауға болады. Немесе бір gap бар екен көзіңе қарап байқауға болады. Окей, сен көзіңде бір gap бар. Бірақ көзіңде gap. Cause it's бірдеңе деген сияқты ойлар кеп бастады да. Causing the gap. Орысша айтқанда причиняя разрыв. Көзіңде gap. Сенің көзіңдегі gap екеуміздің арамызды айырып жатыр деген сияқты концепция келді. Бұны ары қарай не істегенімді айтпаймын, өйткені трек өзі шығу керек. Бұл біздің бірінші эксперимент, толыққанды қайырма, екі тілде де түсінікті қылып естілуге тырысатындай. Сол, жалпы негізгі осы идеямен бөліскім келген болатын. Егер де біз тағы да кішкене ойланатын болсақ, мысал үшін, біз испан тіліне де, Қытай тіліне де, тіпті мысалы, мынандай емес ол. Мынандай ғой деймін. Окей, қандай болса да. Сараң деген кәрістің сөзі бар. Және сараң деген қазақтың сөзі бар. Сараң кәрісше махаббат, сараң қазақша сараң. Бірақ бұл жерде біз махаббатқа сараң адам жайында айта аламыз. Бізге ол туралы махаббатқа сараң деп айтып керек емес, әлде керек. Әйтеуір, не болса да бір сараң деген сөзбен біз екі мағынаны ашып тастай аламыз. Сол сияқты нәрселерді көре беруге болады. Біз Қытай тілімен де көре аламыз, кәріс тілімен де көре аламыз, испан тілімен, ағылшын тілімен, тағы басқасымен. Өкінішке орай мен ешқайда бір тілді жетік білмеймін. Сол себепті тек қана өзімде бар ақпаратпен қолданамын. Ал егер де тағы да кішкене зерттейтін болсаң, шынымен де бір жаңалық ашуға болатын сияқты.